депутат Шиповских Геннадий Геннадьевичке беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз үкімет басшысы Олжас Абайұлы Бектеновқа жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, қазіргі таңда әлеуметтік желілер тек ақпарат алмасу алаңы ғана емес, қоғамның санасынан тікелей ықпал ететін қуатты құралға айналды. Соңғы жылдар әлеуметтік желілер арқылы таралатын жарнамалардың саны ғана емес, оның агрессивті сипаты да шектен шығып барады. Әсіресе блогерлер, инфлюенсерлер, өнер мен спорт саласындағы танымал тұлғалар арқылы таралатын жарнамалар азаматтардың қаржылық шешімдеріне, тұтынушылық таңдауларына, тіпті денсаулығына тікелей әсер етіп отыр. Соның салдарынан соңғы уақытта қаржылық пирамидаларға алданып қалған, сапасыз әрі жалған өнім сатып алған, заңсыз инвестициялық және құрылыс жобаларына қаржы құйып, барынан айырылған азаматтардың саны айтарлықтай артты. Бұл жерде ерекше алаңдататын жайт, жарнамадан пайда көріп отырған тараптар барда, ал барлық тәуекел мен зардап қарапайым халықтың мойнына артылып отыр. Жарнама беруші де, оны миллиондаған аудиторияға таратқан блогер де табыс табады, ал алданған, денсаулығынан немесе қаржысынан айырылған азамат жалғыз қалады. Екіншісі бір күрделі мәселе, әлеуметтік желілерде азаматтардың еркіннен тыс есірткіге, жезөкшелікке, онлайн казиноға, порнографиялық сипаттағы контентке немесе жасанды интеллект арқылы танымал тұлғалардың бейнесімен акция сату сынды жарнамалардың шыға беруі. Әлеуметтік желілерде бір рилс көріп отырған адам аяқ астынан осындай контентке тап болады. Мұндай жағдайда мемлекет жүргізіп жатқан алдын алу, тәрбие және түсіндіру жұмыстарының тиімділігі қаншалықты болмақ? Бұл күрес тесік шелекке су құйғанмен бірдей болып қалмай ма деген сұрақ туындайды. Жалпы халық арасында жақсы тараған бір мақалы бар: қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің деген. Ал бүгінде осы сөзді сәл өзгертіп айтсақ, жарнаманың көкесін Фейсбукқа кіргенде көресің деуге толық негіз бар. Үшіншіден, қоғамда ашық талқылауға ыңғайсыз болғанымен назардан тыс қалдыруға болмайтын маңызды бір мәселе бар. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде урологиялық сипаттағы өнімдерге ерекше назар аударылатын, жыныстық функцияға, ерлер денсаулығына әсер ететін құралдармен қатар гормоналдық препараттар, салмақ төмендетуге арналған өнімдер, иммунитетті арттыруға бағытталған қоспаларды медициналық білімі жоқ тұлғалар тарапынан ашық әрі белсенді түрде жарнамалаудың кең таралған құбылысқа айналып отыр. Бұл өнімдер кейде табиғи, қауіпсіз, дәрігерсіз ақ шешім деген ұранмен ұсынылады. Алайда оның салдары қандай болатын, азаматтың денсаулығына қандай қауіп төндіретінде ескерілмейді. Ертең бір азамат осындай жарнамаға сеніп, денсаулығына зиян келтірсе, соның жауапкершілігін кім көтереді деген сұрақ туындайды. Миллион қаралым жинаған жарнама автор ма, әлде тағы да қарапайым халық өз мәселемен өзі қалуы тиіс пе? Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, келесіні ұсынамыз. Бірінші, Мета, TikTok және өзге де платформалармен бірлесіп, Қазақстан аумағында тыйым салынған және қоғамға қауіпті жарнамалардың алгоритмін арқылы таралуына жол бермеу бойынша нақты келісімдерге қол жеткізу. Екінші, әлеуметтік желілерде адамның еркінен тыс есірткі, жезөкшелік, онлайн казино және порнографиялық сипаттағы пайда болатын жарнамалардың таралуын автоматты түрде анықтап, жедел бұғаттайтын нақты бақылау механизмдерін енгізу қажет. Үшінші, медициналық білімі жоқ тұлғалардың адам денсаулығына тікелей әсер ететін өнімдерді жарнамалауына шектеу қою, ал мұндай жарнаманың салдарынан азаматтардың денсаулығына зиян келген жағдайда өнімді жарнамалаған тұлғаның да жауапкершілігін қарастыру қажет. Құрметті әріптестер, бұл мәселелерді айналып өтуге немесе жеңіл қабылдауға болмайды. Себебі әңгіме тек жарнама туралы емес, әңгіме халықтың қауіпсіздігі, денсаулық және қаржылық әл-ауқаты туралы болып отыр. Депутаттық сауалды заңда көрсетілген мерзімде жазбаша түрде жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Қазақстан Халқы Ассамблеясының депутаттары және депутаттар Қыдырәлі, Нұғманов, Сарыбаев. Рахмет.